Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте оңай, миксерсіз, таразсыз жасалатын пирог жасаймыз. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, 1 кесе құм шекерімізді қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз қантымыз ерігенше. Оның үстінен 1 кесе, яғни 1 пиала қоссаңыздар болады, айран, толтырмай, сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырып алыңыздар. Одан кейін дәл жаңағыдай айран өлшеген кесемен 2 кесе ұн, 1 шай қасық қосқыш қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Миксерді таразыны қолдануды қажет етпейтін, 5 минутта дайын болатын өте оңай пирог. Мен осы рецептпен үнемі жасаймын, үнемі сәтті шығатын керемет рецепт. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай жақсылап ешқандай комочек қалмайтындай араластырып аламыз. Одан кейін осы массамызды дәл осылай пісіре берсеңіздер болады, немесе мен сияқты 2-ге бөлесіздер, бірдей етіп. Оның үстіне біреуіне 1 ас қасық ұн қосып, жақсылап араластырып аламыз. Өте оңай, тез дайын болады. Достар, менің арнамда бұдан да басқа өте керемет рецепттер бар. Сондықтан жоғалтып алмас үшін видеоның астындағы подписаться белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Жарты бөлігіне 1 ас қасық какаоны міндетті түрде електен өткізіп қосатын боламыз, өйткені какаода түйіршіктер болатындықтан електен өткізген дұрыс. Жақсылап какаомен араластырып аламыз. Екінші тестамызды, сонымен біздің қамырымыз дайын. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Осындай қоюлықта болып шығады. Енді табамызды алып, астын сары маймен немесе осындай сұйық маймен майлап алсаңыздар болады, жабысып қалмас үшін. Одан кейін видеодағыдай немесе өз қалауыңыз бойынша зор етіп, осылай ақ және қара қамырымызды кезектестіріп құйып шығамыз. Дәл осы рецепт бойынша зебра пирог сияқты етіп жасасаңыздар да болады. Өте оңай, дайындалуына бар болғаны 5 минут кетеді, пісуіне 25-30 минутта пісіп шығады толығымен. Барлығын салып алғаннан соң ағаш таяқшаның көмегімен бетіне осылай қалауыңыз бойынша узорлар жасасаңыздар болады әдемілік үшін. Дәл осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және де пирогымызды 25-30 минут аралығында толығымен піскенше, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осылай пирогымыз өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Егер сізге видео ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп отыруды да ұмытпаңыздар. Мінекей біздің пирогымыз толығымен дайын болып шықты, толығымен суытып кесеміз. Астарыңыз дәмді болсын, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мадина.